Ангус жақсы ма, Әулиекөл жақсы ма, әлде қазақтың ақбас сиыры жақсы ма? Бүгін осындай бір провокационный тақырыпты қозғайын деп тұрмын, достар. Әулиекөл, ақбас, ангус. Үшеуі де керемет. Үшеуінің де бұқалары сұмдық ірі болады. Үшеуі де етті бағытқа арналған ірі қаралар, иә? Мен былай ойлаймын. Ангус, әрине, ангус керемет, қара, ірі, дәу. Мраморный мясо, былайша айтқан кезде, бірақ ангус күтімді көбірек талап ететін сияқты, мен ойымша. Ақбас пен Әулиекөлге қараған кезде. Ақбас пен Әулиекөл бұл өзіміздің кәдімгі біздің елдің жігіттері ғой, былайша айтқан кезде. Природаға, біздің аязға, желге, боранға, дауылға үйренген, отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын сондайлар. Егер де сіз кәдімгі мраморный мясомен айналысқыңыз келетін болса, я онда кәдімгі ангусты ұстасаңыз болады. Ангусты бірақ қымбат кетеді енді. Живой весі да оның сұмдық шығады ғой енді, былайша айтқанда. Өз нақты ғалымдар осы бағытқа арнап шығарған порода ангус деген енді. Әулиекөл мен ақбасты да жаман деп айта алмайсың. Олардың да өзінің артықшылықтары бар. Табиғатқа төзімділігі, ыстық суыққа төзімділігі, тағысын тағы деген сияқты. Ал ангусты бейімдеу сәл-пәл қиындау сияқты. Әр фермер әртүрлі ойлайды енді. Әр фермер әртүрлі. Біздің шаруашылықта мысалға калмыцкий порода. Комментарийға жазып кетіңіздерші. Әулиекөл жақсы ма, ақбас жақсы ма, әлде ангус жақсы ма? Олардың бірінің артықшылықтары қандай? Сөйлеген Қараторғай Далкемп парақшасына жазылыңыздар. Мына видеоны кәдімгідей ірі қарамен сұмдық айналысатын таныстарыңызға жіберіңіздерші. Бір комментарийда ұрсып алайық от души дауласып.